Сәлем достар. Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Мен есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Бүгінгі видеода бізде ерекше кореялық лапшаларға обзор болады. Достар, мынандай кореялық лапшаларды лично мен көрген жоқпын. Бульдакты әрине біз жиі жедік, бірақ бүгін бізде осындай кальмармен, тағы да креветкалармен осындай бізде өте ерекше кореялық тез дайындалатын лапшалар. Көп созбай лайктарыңызды басыңыз, осындай қызыл подписация каналына етіңіз. Ал біз бастаймыз. Бізде бүгінгі видеода осы лапшалардан бұрын еще бізде осындай ерекше екі напиток бар. Футажды түсірген кезде көрдің бе иісін? Жоқ. Мынаның иісін сеш? Офигеть, е? Чо, ана жерден дәмін көрейік пе, мына жерден дәмін көрейік пе? Да, ана жерден. Банкадан көрген ерекше де. О май. Офигеть. Дәмдер сондай, қалай айтса болады, сондай ашық. Мультяшный болып тұр ма? Бізде магазиндерде сок болады ғой. Таза сок, бірақ газбен. Вообще нифиговый. Қай лапшадан бастайық, да? Бульдакты соңына қалдырайық. Өйткені білеміз біз оның дәмін. Просто ол қазір тілімізді күйдіріп тастайды да басқалардың дәмін Точно. Ше, неме тілін соншама нежный ма? Так, давай надан көрейік. Нені море продукт, мынау кальмар, короче. Қараш қандай жұмсақ болып қалды. Қараңдар, достар. Міне. Мына қараш. Огурчик десең. Кәдімгі свежий огурчик сияқты болып қалды, қараңдар. Міне қараңыз осындай. Апайбат свежий огурчик болып қалды. Араластырып жіберейік приправаларды. Кальмар қайда? Мынау кальмармен бе? Әлі бұл көкөністермен бе? Жоқ, бұл овощтармен. Бұл грибы. Иісін көрейік. Ух ты, иіс көрші. Овощной рагу. Овощной рагу реально. Давай дәмін көрейік. Сен ал алдымен. Маған ұнады мынау әрине. Қатты ащы емес. Көкөністердің дәмі дәмді болып тұр да. Сенде чек қалған жоқ па бағаларын білетіндей? Барлығы 850 теңгеден. Тағы бір еттен көрейік. Давай. Өте дәмді. Сорпасын дәмін көріп жүрсек. Так, давай сорпасын дәмін көрейік. Кішкене мынандай морской бірдеңке беріп тұр, е? Бірақ мерзкий емес, е? Вообще мерзкий емес. Осы жол даже приятный деп айта аламын да морской дәмді. Бірінші рет или біз уже үйреніп кеттік. Жо, шынымен күшті. Лапшасы нежный ғой, нежный реально. Өте дәмді, достар. Бульдакты жейсің ғой, мынау қашан бітеді деп ойлап жатасың. Мынаны жеген кезде мынау неге бітіп қалды деп ойлайсың ғой. Давай келесіне көшейік. Бульдакты былай бітіре алмай қоямыз. Кім келді? Су ішіп жіберейік. Тема. Қайсынан бастайық? Мынадан? Бізде кальмар бар, креветка бар, мынау бар. Креветканы көрейік па? Креветка. Креветканың дәмі, әлде өзін, именно ішінде креветка бар ма? Кусочектары бар ғой дейме? Кішкентай! Да, иісін көрейік. Саған ұнамайды. Маған ұнамай ма? Менің ойымша саған ұнамайды. Морской капустаның иісін бә. Жоқ, вроде нормально. Нормально ма? Жерлеп кетті. Жерлеп кетесің кәдімгідей. Прикольным. Что-то саған ұнамай қалды ғой дейме? Енді жаңағы сияқты емес, бірақ прикольным. Біздің осы даршырақ сияқтылардың дәміне вообще ұқсамайды. Жоқ, жаман емес, вообще жаман емес, айтып тұрмын ғой. Таныс дәм болып тұр. Немененің дәмі екен білмеймін. Балықтың ба? Креветка ғой? Red Dragon дәм. Осындай болған. Осындай дәм ба? Так, достар, давайте былай келесек. Егер осы видео қанша 20 мың лайк жинайтын болса, Али екеуміз осьминог жейміз. Давай ма? Ал 30 мың лайк жинайтын болса, осьминог жейміз. Давайте, достар, сондықтан аямай басыңызшы лайктарыңыз дәл қазір. Так, сорпасын көрейік. Давай. Нормально. Өмірімде бірінші рет сен бір дыстан жеп отыр. Сенің бетіне, ё-моё. Жақындап байқамай бүкіл видео сен бір дыстан жеймін тамақты, ё-моё.
Мұрашсың десе. Жоқ, өмірінде бірінші рет маған морской дәм ұнап тұр. О, кәдімгі терлеп кетеді екенсің, е? Мен де қатты терлеп тұрмын. Сен сияқты. Почта болып терлеп отырсың ба? Давай, онда келесіне көшейік. Давай, бағаларын қойған жоқсың. Маған бағамыз... Жоқ. Баға қоймаймыз бүгін. Ака баға қоймаймыз, соңында айтып шығамыз бәрін. Сен таңғалып отырсың ғой, мен сөйтіп бәрін жеп отқаныма. Мынау бізде... Мынау бізде кальмар. Кальмар. Міне достар, кальмар мен лапшаның түрі осындай. Давай, иісін көрейік алдымен. Сондай, дәл сондай. Тура сондай ма? Магазинде кассаға келген кезде кассаның қасында әртүрлі балықтар тұрады ғой. Тура сондай, тура сондай дәмі. Айтпақшы, сондай ұқсайды. Мына жерде лапша көбірек сияқты, е? Мынау қара, кальмар кусочек. Кальмардың кусочегі, достар. Иә? Нормально? Балықтың дәмі. Мынада бұрыш көбірек. Бізде газированный напитоктардың газдары нені ішпе, пожалуйста. Фу, блин, все, ішпеймін. Ана жерден ғана ше. Осы ең самый няшный болып еді ғой мынау. Иә, жаңа видеода көрдіңіз, ішіндегі ана Наруто мұқ аталады мылар. Ух ты, ішінде нори еще бар. Қараш қандай әдемі. Міне достар қараңыз, іші өте оформлениесі әдемі ғой. Так, иісі. Ой, ё-моё, мынау жесткое море ғой, мынау таза теңіз ғой. Шуаштың иісі, е? Сен любимыйсың ғой. Почему-то няшный емес иісі. Мен ойлағам, мыналар жаман болады деп. Походу маған мынау ұнамай қалады ғой деймін. Молодец, жерге құлады. Так, короче, мен алдымен няшный редисканың дәмін көрейін. Кәдімгі редиска. Не себепті дәмді болып тұр? Странно, Алиге ешқашан барлық обзорларды білетін Маған барлықтың дәмі өмірі ұнамайтын. Мысалы, мына жерде подсказка болады, иә? Көзді жауып тамақтап. Көз жауып, ол жерде құстым мен. Мына жерде вообще біреуінен де құсқан жоқ. Хотя балықтың дәмі ұрып тұрды. Достар, алдын ала кешірім сұраймыз, қатты терлеп отырмыз. Бульдакты ең соңына қалдырған дұрыс болды. Ужас терлеп кеттік. Бульдакты может прям кәдімгідей жемей ақ қояйық, может просто дәмін көрейік. Дәмін көрейік. Бульдак досымызды мына жердегі подсказкада плейлистта бульдакпен барлық видеолар шығады. Міндетті түрде қарап кетіңіз. Өлтіргенский ме? Өлтіргенский асқазанды. Дұрыстап араластырып жүрейік. Ал, пісімлі кеттік. Қатташ ма? Нормально. Йодтың дәмі бар ма? Как всегда, е? Денені тітіркендіреді. Ашты енді. Мен жемемнен ары қарай. Ужас. Ё-моё. Алдында ондай ашы болмаушы еді ғой. Дене тітіркендіреді, Иә. Бүгінгі видеода бірінші орын, Бірінші орын. Ең дәмді, ашылығы мынандай. Жоқ, почти. Мынан пар әлі шығып тұр ғой қарсы. Бульдактан кейін любой лапша острый болады. Прям әдемі кетеді қазір мына ашыдан кейін. Жұмсақ бол. Бірінші орын мынау. Көзім ашып кетті. Екінші орын мынау креветка. Өте дәмді болды. Оригинальный болғандықтан, мынаны үшінші орынға қояйық. Мынау 4. Маған орын бермейміз, өйткені бұл біздің По идее досымыз да, біздің жауымыз да осы. Кішкене жеп көрейік. Жесть. Короче, кетші. Мен көзім ашып тұр. Жаңа бұрыш қолмен көзім ұстап қойдым. Ал достар, біз білеміз сіздерге мұндай видеолар ұнайды. Сіздер көресіз, жақсы көресіз осындай видеолар. Сол себептен бізге лайк басып жіберіңіз, пікір қалдырыңыз. Сонымен қатар төменде қызыл подписаться деген батырма болса, оған басыңыз, арнамызға тіркеліңіз. Ал бүгін сіздермен бірге болған аузы күйіп қалған Әділ және тоже аузы келген Али. Бүгінге осы Пазлға жазыл. Ой, бетім су болып тұр ғой, ё-моё. Той қалды ма? Могу, по идее, еще поесть. Поешь, любойын жей бер.
ұятың бар ма? Басқаларға бермейсің бе дәмін көруге?